азаматтық істер бойынша талап қоюды беру. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот азаматтық процессуалдық кодексінің 27 бабында көрсетілген санаттар бойынша азаматтық істерді қарайды. Талап қою сотқа жазбаша не электрондық құжат нысанында беріледі. Қазақстан Республикасының Конституциясымен және заңдарымен кепілдік берілген құқықтары мен заңды мүдделері бұзылып отыр деп санайтын азамат немесе заңды тұлға осы нормативтік құқықтық актіні заңға қайшы келеді деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы. Талап қою осы кодекстің 148 бабында көзделген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Онда дауланып отырған заңға тәуелді актіні қабылдаған мемлекеттік органның, жергілікті өзін-өзі басқару органның атауы, лауазымды адамның атауы, оның қабылданған күні туралы деректер, азаматтың немесе заңды тұлғаның қандай құқықтары, бостандықтары және заңмен қорғалатын мүдделі бұзылып отырғаны, дауланып отырған актінің қандай заңдарға немесе ережелерге қайшы келетіні қосымша қамтылуы тиіс. Талап қоюға дауланып отырған нормативтік құқық актінің немесе оның бір бөлігінің көшірмесі, нормативтік құқық актінің қандай бұқаралық ақпарат құралының органы және оны қашан ресми жариялағаны көрсетіле отырып қоса тіркеледі. Прокурордың сот қарағанға дейін наразылық келтірілген актіні заңсыз деп тану туралы сотқа жүгінген жағдайларын қоспағанда, сотқа талап қоюды беру актінің қолданылуын тоқтата тұрмайды.